Sabahımızı başlamaz burun ornumuzdan durup şarkı şiirlerini oynayalım. Hadi bakalım. Hadi varınız mı? Vana'nın dindi, vanasız sendi, vanayı gösterim, aradan dönüyor. Can reisinde bakalım. Al genişi bağlar. Biz birinci жұмыс ережесімен танысып алайық, ya? Біздің жұмыс ережеміз сабақта бір-бірімізді мазаламаймыз, мұғалімді мұқият тыңдаймыз, ya? Ал ендеше біз алдыңғы сабақты пысықтап алайық, балалар. Алдыңғы сабақта біз нені өттік? Біз түстерді өттік, ya? Табиғат құбылысын әртүрлі бағытта бейнелеуді өттік. Енді бізде алдыңғы сабақта өткендей бізде түстеріміз қандай топтарға бөлінеді екен? Суық және жылы түстер, сосын ахроматикалық және хроматикалық түстерге бөлінеді екен. Ал ендеше біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз, балалар, табиғат құбылысын бейнелейміз. Табиғат құбылысын бейнелейміз. Біз сабағымыздың мақсатымен танысып алайық. Көркем жұмысты орындау үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдау. Ал сабақ мақсаты әр оқушы табиғат құбылысын бейнелейді, көркем жұмыстың әдіс-тәсілін өзі таңдайды, қазақ жерінің табиғаты тақырыбы бойынша сурет салу тәсілінің видеосы көрсетіледі. Балалар, табиғат құбылысын бейнелеу үшін қандай табиғат құбылысын, оны қай жанрмен бейнелейтініңді шешіп алуың қажет. Таңдаған жанрдың пейзаж, портрет, натюрморт, тұрмыстық жанр немесе анималистік жанр болуы мүмкін. Композиция жасау үшін қандай тәсілді таңдайтыныңды ойлан. Саған сурет салуға, аралас тәсілмен бейнелеуге немесе монотипия мен аппликация орындауға болады. Композиция жасау үшін қандай материалдар қажет? Егер сен сурет салып немесе монотипия орындайтын болсаң, акварель немесе гуашь бояулары қажет болады. Және қосымша түрлі түсті қаламдар, фломастерлер және пастель борлы бояулар қажет болуы мүмкін. Ал егер сен аралас тәсілмен аппликацияны таңдаған болсаң, онда саған түрлі түсті қағаздар, қайшы, фломастерлер және пастель борлы бояулар қажет болуы мүмкін. Ал егер сен аралас тәсілмен аппликацияны таңдаған болсаң, онда саған түрлі түсті қағаздар, қайшы, желім, ермексаз және тағы да басқа заттар қажет болуы мүмкін. Жасайтын жұмысыңның композициясын ойластыр, пішін мен өлшемін анықтап ал. Композицияны шаршы, шеңбер, овал немесе көлденең, әлде тігінен орналастыруға болады. Жұмысына сәйкес келетін түс үйлесімін таңдап, өзің білетін түс ерекшеліктерін есіңе түсір. Жыл мезгілдеріне байланысты жылы немесе суық түстерді таңдап алуыңа болады. Өздерің сияқты балалардың салған суреттеріне көңіл аударыңдар. Онда табиғат құбылыстарын жақсы бейнелеген. Бірінші суретте пейзаж жанры, мұнда жерді бейнелейтін болса, ал екінші суретте анималистік жанрда қыс мезгілін бейнелеген. Келесі суретте күннің батуын қызыл түстермен ерекшелендіріп көрсететін болса, одан кейінгі суретте графика әдісімен жаңбырдың жауып тұрғанын бейнелеген. Енді композициялық үлгі суретке көңіл аударыңдар. Бірінші құрылысын салып алғаннан кейін түрлі түстермен бояйсыңдар. Мұнда қазақ жерінің әсем табиғаты бейнеленген, ал табиғи құбылыс ол кемпір-қосақ.
аудио жазбаны тыңдаймыз балалар. Бізде ненің дауысын естіңдер бұл жерде балалар? Құстардың және судың, сылдырлап ағып жатқан судың дауысы шығып жатыр. Бұл табиғаттың ерекшелігі екен балалар. Ендеше сендерге тапсырма. Алдымызда біздің суреттер берілген, қима суреттер берілген. Сол қима суреттерді балалар ақ парақтың бетіне құрастырамыз желімдеп. Ал ендеше орындайық. қандай мезгіл шықты? Сендерде қандай мезгіл шықты? Бірінші топта. Көктем. Екінші топта жаз. Үшінші топта қыс мезгілі. Ал бізде көз мезгілі. Бізде көз мезгілі. Ал енді осы алдымызда тұрған мезгілдерді балалар біз шығып қорғауымыз керек, түсіндіруіміз керек. Ол мезгілдің айларын, мерекелерін және де қандай ерекшелігінен басқа мезгілден ерекшеленетінін. Қанеке, кім шығады тақтаға? Шық. Бізде көктем белгіленген. Оның айлары наурыз, сәуір, мамыр. Наурызда алғыс айту бірінші наурыз. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. 22-ші наурыз біздің наурызымыз. Ал мамырда 7-ші мамыр ұлдар күні, 9-ші мамыр жеңіс күні.
Енді қандай ерекшелігі бар көктем мезгілінің басқа мезгілдерден? Ол кезде бүршік айтады. Ағаштарда бүршік атады. Айналаның барлығы не істейді? Көгереді. Ал ендеше келесі бізде шығады екінші топ. Ал кім шығады? Шыға ғой аяулым. Бізде қай мезгіл? Бұл жаздың айлары маусым, шілде, тамыз. Біз жазда ауылға барамыз, бассейнге шомыламыз, қызықты ойындар ойнаймыз. Жазда балмұздақ жейміз. Жаз маған өте қатты ұнайды. Тамаша. Балалар, жаз мезгілінде қараңдаршы, табиғат қалай болып тұр? Қандай болып тұр? Гүлдер өсіп, көбелектер ұшып, өте керемет болып тұр, иә? Және де бізде балалар жаз мезгілінде болатын мерекеміз бар. Ол қандай мереке? 1 маусым күні. Балалардың қорғау күні. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал ендеше біз аяулымды бағалайықшы балалар. Қалай айтты? Өте керемет, жарайсың аяулым, отыра ғой. Ал енді келесі бізде ортаға шығады 3-ші топ. Келе ғой. Жоламан. Жоламан, сендерде қай мезгіл бейнеленген? Қыс мезгілі бейнеленген. Қыс мезгілінің айларын, ерекшелігін айта ғой. 1-ші желтоқсан президенттер мерекесі, ал 16-шы желтоқсан тәуелсіздік алған мерекесі, ал 31-ші желтоқсан жаңа жыл мерекесі. Жаңа жылда бәрі бір-бірінен ойнап, қар атады, аққала жасап сырғанайды. Балалардың бәрі далаға шығып, сырғанақ жасап далаға шығады. Табиғат неге бөлінеді екен? Қарашы, бізде табиғат қандай болып тұр? Аппақ болып тұр. Аппақ қарға бөлінеді екен, иә? Басқа мезгілдерге қарағанда қыс мезгілінің ерекшелігі несінде екен? Өйткені оның қыстың бәрі аппақ болып көрініп тұрады. Иә, күн не істейді? Суытады ма жоқ әлде ысиды ма? Суытады. Суытады. Өте жақсы, жарайсың. Жоламанды бағалаймыз балалар? Жарайсың, отыра ғой. Келесі бізде 4-ші тобымыз ортаға шығады. Нұрислам, келе ғой. Бұл күз мезгілі. Біз күзде жеміс-жидек жинаймыз. Күздің айлары қыркүйек, қазан, қараша. Өте жақсы. Күз мезгілінде табиғаттың түсі қандай болады екен? Талдар сары болып, жапырақтары түседі. Жеміс-жидектер піседі. Балалар, біз күз мезгілін қандай деп атаймыз тағы да? Алтын күз деп айтамыз. Не себепті? Себебі айналаның барлығы сары түске боялады екен, иә? Сары түске боялады. Және де бізде айтады, ең бай мезгіл күз мезгіл дейді. Себебі барлық жеміс-жидектер, егістіктің барлығы қай мезгілде піседі екен? Күз мезгілінде піседі екен. Сол себепті бізде күз мезгілі өте бай мезгіл болып аталады екен. Ал Нұрисламды бағалаймыз. Өте керемет. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз табиғат туралы болғандықтан біз табиғаттың барлығы зерттеп жатырмыз, иә? Бізде бір жылда 4 мезгіл бар екен. Қыс, көктем, жаз, күз. Балалар, 4 мезгілде біздің табиғатымыз 4 түрлі күйге не істейді екен? Бөленеді екен. Мына жерде де көріп отырғандарындай түрлі түсті құралдармен табиғат не істенген? Бейнеленген, иә? Ендеше балалар, сендер де алдыларында тұрған құрал жабдықтармен дәл осылай жұмыс жасаймыз. Кез келген өздерінің қиялдарындағы өз ойларыңды іске асырып, өз ойларыңмен не істейміз? Табиғатты көрген етіп бейнелейміз. Түсіндік па? Бізде бірінші топта балалар живопись құралымен жұмыс жасайды екен. Живописте бұл жерде де қысқы табиғат мезгілі бейнеленген екен.
сол қыс мезгілін біздің бірінші топ не істейді? Бояйды. Ал екінші тобымыз балалар жылтыр түрлі түсті қағаздармен не істейді? Табиғаттың суретін жабыстырады, қиып жабыстырады. Я балалар, я? Ал енді бізде келесі үшінші тобымыз балалар не істейді? Гуаш краскасын бояуын қолданып не істейді? Табиғаттың суретін салады екен. Ал енді қазір келесі тобымыз бізде мына қандай құралдар балалар? Ермек саз құралдар, я? Ермек саздың да түстері түрлі түсті болады екен. Осы ермек саздан балалар табиғаттың түсін ақ қағазға не істейміз? Бейнелейміз. Міне, бізде мына жерде де ермек саздан жасалған табиғаттың суреті тұр. Осыған қарап не істейміз? Бейнелейміз. Ал ендеше сендерге жұмыстарыңа сәттілік бастаймыз.
оқушылар, жаттығуларымызды бастаймыз. Оң жаққа, сол жаққа қозғала отырып. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me, in the fantasy it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress like an fence. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me, in the fantasy it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. Жарайсыңдар балалар, ендеше шамал серіп алды, орнымызға қайтадан отырамыз. Ал бізде болғандарыңыз бар ма балалар? Жұмысымызды болса, өз жұмысымызды қалай жасадыңдар? Нені жасадыңдар? Соны айтып береміз. Ал жақындап қалыппыз, шамалы 5 секунд уақыт берейік. Тамаша. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, керемет. Ал жарайсыңдар балалар, ендеше болдық па? Болса, ал бізде екінші тобымыз болыпты. Тақтаға шығып, не жасадыңдар, нені бейнеледіңдер, сол туралы түсіндіріп жіберсеңдер. Келе ғой, әдемі? Ал Бұл қыс мезгілі, біз қыс мезгілі жасадық. Біз жылды қағаздарды жасадық. балалар, иә, тағы да не айтасың? Өте жақсы. Балалар, әдемінің қараңдаршы жұмыстарын, екінші топтың жұмысы қандай шыққан? Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Бұл жерде біздің екінші топ қыс мезгіліндегі ақ қаланы бейнелеген екен. Расында да бізде далада қар жауған кезде қарымыз не істейді күнге? Шағылысып, жылтырап жатады осылай. Иә балалар, иә? Өте жақсы, тамаша, отыра ғой. Келесі бізде. Ал бірінші топ келе қойыңдар. Ал бірінші топ ненің суретін бейнеледіңдер? Қандай түстерді қолдандыңдар? Өте жақсы. Балалар, жұмысын бағалайықшы бірінші топтың. Ал келесі бізде үшінші топ болдық па? Бізде болыпты, төртінші топ болыпты. Шыға ғой, жолама. Ал бізде төртінші топтың жұмысы не, қандай құралдан жасадыңдар? Жаз мезгілі. Иә? Өте жақсы. Балалар, көрдіңдер ма жұмысымыз?
Қандай шығышты бағалайықшы. Сендер бұл суретті бейнелеу үшін қандай түстерді қолдандыңдар? Кәні тобы көмектесейікші. Ақ, жасыл, өте жасайсыңдар балалар. Ал біздің екінші тобымыз ортаға шығыңдар. Ал ендеше бізде екінші тобымыз жұмысын аяқтапты. Келе қойыңдар, шығамыз. Я. Сендер ненің суретін керімден ақтамызда? Сендер ненің суретін бейнелеріңдер? Тұзды ұстайды. Өте жақсы керемет. Балалар бұл қай мезгіл? Жаз мезгілі. Жаз мезгілінің қай уақыты? Азанғы ма, түскі ма және кешкі ма? Кешкі уақытысы. Күннің қызарып не істеп жатқан кезі? Батып жатқан кезі. Сендер бұл суретті бейнелеу үшін қандай түстерді қолдандыңдар? Сары, қызыл сары, қоңыр және көк ақ. Өте жақсы. Бағалайықшы балалар. Керемет, отыра қойыңдар, жарайсыңдар балалар. Ал ендеше балалар сендердің жұмыстарың барлығы өте тамаша шығыпты. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі еңбектерің өте тамаша болды. Ал енді бізде келесі тапсырма табиғат туралы өлең шумақтарын оқу. Әр топтан бір-бір өлең оқимыз, иә? Ал бірінші топ бастайды. Табиғат жаны нәзік жаратқаннан, жауапсыздық келтіреді оған нұқсан. Адамдар немқұрайлық қанатпаса, байлығын төгіп берер асып тасқан. Табиғаттың құпиясы тұңғиық, көз жетпейтін мұнарадай бір биік. Естіп біліп сырынығып жүрейік, жүректерге өшпес жалын нұр құйып. Табиғаттың әспеттеп жырға қосайық, беймәлім сыры бізге ғажайып. Мәңгілік мекен бола білген адамға алтын бесік жайнай берші жайқалып. Жанымның қызғалдағы бірін жарып, бағыма қонды таңнан бұлбұл барып. Мен қалай жақсылыққа жақын жүрмен, табиғат танытқандай бір мырзалық. Жарайсың, тамаша. Ал екінші тобымыз бастайды. Табиғаттың тіршілігі барысым, сенсіз менің жандады тынысым. Биік тауларына қарасам, алшампас сүзеді жүрсем. Сенсіз менің қадалығым тынығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен бар жерге жыртынады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат, аялашы, қорғашы, өзің туып, өзің өскен ортаны. Келе жатыр талай сәби өмірге. Мен болмасыз қолың жайын ойлашы. Мен қазақтың жылқы мінез қайсарлы, жақсы жаман айырайтын байсалды. Туған жердің табиғатын бүгін асау қайтпар әлемді жасал. Өте жақсы, жарайсың, тамаша аяулы. Ал келесі үшінші тобымыз аяулы қызымыз. Оқиды. Өксеулер табиғат адам емес, ол бірақ қайтып келіп, ойнап білмес, менікінің айырылғанын өлді деп ат көпті өңкей білмес. Көп адам дүниеге боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деп зияма ойландаршы, өлмейдіғын артынсыз қалдырған. Күн жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи құрмас фәнидің мінін көрмей, міні қайда екенін біле алмассың, желең ойдың сендері соңына ермей. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орынға алмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздың иманы түгелдерге алсын. Келесі төртінші тобымыз талшын тобы. Бар байлығын қоршап тұрған даламда, бау-бақшалы әсер гүлді қаламда, қолда барда алтынды қыдыр түр, қолдан шығып кеткеннен соғасың. Менің ойым көк аспанда балада, заңғар тоқмай салды тауларда. Өзімді өзім ұстап берді оларға, көр соқырым бір көрінде адамға.
аты болса сезімге кеше көр. Көп мысал балаларын текшеме, өз бақытын өз қолында тұрғанда. Белді болып екен шешіп шешеді. О адамзат, аман жегін келсеге, қарап тұрма, неспен бұл қара жер. Табиғаттың тазалығын сақтаған азаматтық борышында Жарайсыңдар балалар, біз табиғат туралы өлеңімізді оқыдық. Расында да табиғат өте керемет. Я балалар, табиғаттың құбылыстары өте керемет. Бұлай қарағанда адамның мінезі де неге ұқсайды екен балалар? Табиғаттың құбылыстарына ұқсайды екен. Құбылмалылар, я? Ал ендеше біздің келесі кезекте келесі тапсырмамыз ол жұмбақ шешу. Мен сендерге жұмбақ жасырамын. Бірінші қол көтерген топ не істейді? Жауап береді. Түсіндік па? Ал бірінші жұмбағымыз аспандағы алып, жарқырайды, жарық болып. Ал Нұрислам? Өте жақсы, керемет. Отыра ғой. Ал келесі жұмбағымыз ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. Кім айтады? Әдемі. Өте жақсы. Күн мен ай. Ал келесі күндіз бар, түнде жоқ, онсыз өмір мүлде жоқ. Аяғым. Өте жақсы. Келесі ғажап көпір аспалы, айшықтап тұр аспанды. Өте жақсы. Кемпір қосақ балалар, я? Ал келесі көкте туып, жерде өледі. Ол не? Ал Іңкәр? Жаңбыр. Өте жақсы. Балалар жаңбыр аспаннан не істейді? Қайда болып бізге жауады, жерге түсіп, не істейді? Жоқ болып кетеді. Өте жақсы. Керемет. Ендеше біз жұмбақты осымен аяқтайық. Жарай ма? Ал енді балалар, сендердің алдыларында түрлі түсті нелер берілген, стикерлер берілген. Соларды алып, не істейміз? Постер құрастырамыз. Балалар, бүгінгі сабақта сендерге не ұнады, не ұнамады, және де сендерге не түсінікті болды, не түсініксіз болды. Өз ойларыңды жазыңдар. Ал ендеше балалар, өз ойларыңды жазып, кері байланыс жазып болсаңдар, болған топ алақандарыңды бір рет соғып түзу отырыңдар. Жақсы, тамаша. Ал ендеше балалар болған жұмыстарымды, жазған қағаздарымды, стикерлерді, мына жерде бізде білім ағашы тұр. Осы білім ағашына не істейміз? Жарыстырамыз. Бірінші, үшінші топ келіңдер, төртінші топ келіңдер. Ана кірейінен беті әр жеріне екінші адамның қағазын оқытады. Қағазын сүт болмайды. Ал үшінші топ келіңдер. Ал келесі екінші топ келіңдер. Üçüncü top geldi. Aman ağzına kedi bulanırsa. Жақсы балалар, ендеше бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма балалар?
Жарайсың. Ал аяғың? Маған бөлек айтқандар. Тамаша. Талшын. Ал? Маған жергілікті тәрбиелеу. Өте жақсы. Ал енді балалар бүгінгі күн інжу. Маған топпен жұмыс істеген ұнайды. Өте жақсы. Ал бүгінгі көңіл күйлеріңді өздеріңнің смайликтер бар ма бізде? Керемет, орташа деген. Сол смайликтер сияқты көңіл күйлеріңді білдіріңдерші маған. Қолыңыз қайда? Өте жақсы. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.